Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7 бөлім Қазақстандағы ұлттар достығы. Сабағымыздың тақырыбы тілі басқа болғанмен тілегі бір. Оқу мақсаты: әлеуметтік, қоғамдық, оқу, еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтерді, интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармадан үзінді, автор көзқарасымен көрсетілген мәселені талдау. Эссе құрылым мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарастарын жазу. Дискурсивті эссе. Оқылым тапсырмасы: мәтінді оқып, Герольд Бельгердің пікірін берілген азат жолдағы негізгі идеяны анықтаңдар. Сонау қиын қыстау күндері ел жұртын, ата мекенін тастап, жат елге қоныс аударған өзге ұлт өкілдері еліміздің барлық саласында еңбек ете отырып, соның ішінде қазақ әдебиеті мен мәдениетіне де өз үлестерін қосады. Соның бірі қазақ әдебиетіне үлкен еңбегін сіңірген неміс ұлтының өкілі Герольд Бельгер. Қаламгердің ауыл шетіндегі үй, даладағы шағалалар, алты асу, тас өткел, бауырластықтың жанды бейнесі, созвучие, уақытпен бетпе-бет, мотивы трех стран, Гете и Абай, родство, зимние избранники атты зерттеу еңбектері жарық көрді. Жазушы: менің Абайды тануым Гетені түсінуден басталуға тез сықылды еді. Қаншама қазақша оқып, қазақ ауылында өстім дегенмен, неміс емеспін бе? Бірақ бәрі керісінше болып шықты. Мен әуелі Абай арқылы Гетені таптым. Бұл әншейін айтыла салған жылтырақ сөз емес. Басқасын былай қойғанда, Гетенің әйгілі жазушының түнгі жыры атты өлеңін мен әуелі Абайдың қараңғы түнде тау қалқып деген өлеңін оқып барып, Лермонтовтың тау шыңдары арқылы бойыма сіңіріппін деп жазады. Жазушының мақалалары мен әңгімелері кірген 25-тен аса жинағы бар. 2003 жылы жарық көрген Кезбенің үйі романы оқырмандардың ерекше ықыласын аударып, қызығушылығын тудырған туынды болды. Роман желісі Қазақстандағы этникалық неміс ұлтының тағдырына арналған. Шығармада жазушының көзімен көріп, өз басынан кешкен оқиғалары баяндалады. Дүрбелең, зұлмат жылдардың қиыншылықтарын басынан кешкен қазақ пен неміс ұлттарының тағдыры суреттеледі. Төл әдебиетімізге өз үлесін қосқан ұлт жанашыры Герольд Бельгер 2015 жылы 7 ақпанда өмірден озады. Ізденім тапсырмасы: өздерің ізденіп атаулар туралы 3 сұрақ тәсілмен Қазақстанға жер аударылған ұлттар мен ұлыстар туралы ой толғау жазыңдар. 1 қадам: қайда? 2 қадам: қалай? 3 қадам: қандай? Жазылым тапсырмасы: Герольд Бельгер мен Асылы Османның және елбасының сөздеріндегі ортақ идеяларды тауып, соған қатысты өз ойларыңды қолжазба күнделігі арқылы жазыңдар. Кері байланыс тапсырмасы: 5 тапсырма, 115 бет. Көркемдегіш құралдарды қолдана отырып, берілген сөйлемдегі ойды жалғастырып, шағын мақала жазыңдар. Сөйлем саны 10 болу керек. Өзі өмір сүретін елдің тіліне құрметпен қарау әр азаматтың парызы. Осы сөйлемді жалғастырып, мақала жазыңдар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.